Қайырлы күн барша қазақ елі. Мен адвокат Кішкенебаев Тілеужан Жұмабекұлы, Алматы қаласы адвокаттар алқасының адвокатымын. Маған қазіргі уақытта Қозыбаев Ахметқан Тұрсынович деген азамат көмек сұрап жүгініп келіп отыр. Яғни оның көмегі бойынша өзінің жатақханасы болған екен, Алматы қаласы Жамбыл көшесінде орналасқан. Сол жатақханасын қызы өзінің атына аударып алып, қазіргі уақытта бұл кісіні далаға қалдырған екен. Яғни ол үйде тұрмайды, үйіне кіргізбей, қазіргі уақытта үйін алып қойған екен. Сол жөнінде қазір сол үйін алып беру жөнінде маған өтінішпен келіп отыр, көмектесуді сұрап келіп отыр. Енді әрі қарай бұл кісі өзі толығымен түсіндіріп айтсын, қалай болған. Сол үшін осы бағдарламаны түсіруге тура келіп отыр. Сіз айтыңызшы, өзіңіз кім екенін таныстырыңыз. Атым Ахметқан, фамилиям Қозыбаев Тұрсынұлы. Біз осы Жамбыл көшесінде 149 үй жатақханада, сол жатақхананы баяғыда мен өзім сатып алған ақшама. Сол үйде тұрып жатқанбыз. Сол екі ортада мына Нұркен районынан үй бермек болды қызыма. Сол қызыма үй бермек болған соң қызым айтты, давайте бірінші взносты көбірек төлесеңдер, үйді баяғы не очереди береміз деді. Сондықтан мен бәрі жинаған, тернеген ақшамның бәрін алып, 3,5 миллионды қолына бердім қызымның. Мынаны бере қой, біз енді үйтетін болса. Ол апарып берді да, содан алды Чернобой түрінде ана үйді. Нұркен ықшамауданынан үй алды, үй алды. Үйді соның атын айттым, сен өз атыңа жаздырып ал, енді соны Құдай берсе өзіңде болады деп. Сонымен алғы үйді мен өзі 6 ай соның топырақта күпәйкемді салып алып жаттым да үй жасаттым. Сонан сол үйге көшіп бардық. Мына жатақхананы Жамбылдағы енді ол бос тұрмасын және деп оны арендаға бердік. То есть ол арендасын мен көргем де жоқ, айту қызым алып өзі ана үйіне төлеп отырды. Содан жаңа жылдың алдында осы 21-ші жылдың кешіріңіз, сіз анау жатақхана тұрып жатқан кезде қызыңыз жаңағы айтып қалдыңыз ғой, ұсыныс жасады, менің осы Нұркенттегі үйді алып беруге кезінде сіз көмектестіңіз, менің қолыма келіп тұрсаңыз, мен өзім асырап сізді бағайын деп айтты дедіңіз. Сондай болды ма? Сондай болды. Осы үйді алайық та, сонымен осында тұрамыз, бізге осы үй жетеді. Мәйлі осы үйге тұр, не болмаса мұны үйге тұр, еркіңіз өзіңізде. Айту, мен сізге қарасам, көмектесем, баяқ сөйтем деді. Мен оған енді туған қызым болған соң қалай сенбеймін. Сендім да соның кейін бардым. Соның кейін ана үйді сол жасап алды. Содан жаңа жылдың алдында 21-ші жылдың сіз содан кейін қызың айтқаннан кейін сол үйге көшіп бардыңыз. Сол үйге көшіп бардыңыз. Өзіңіздің жатақханаңызды қызыңыз жаңағы жалға беріп қойды. Да, сол жалға беріп, содан кейін соның ақысын алып өзі төлеп отырды. Өзі төлеп ақысын алып отырды. Содан енді болған оқиға мынау. Жаңа жылдың алдында, как раз 30-ші декабрьде біз ана жолдастарымыз, енді көрші қолаңдарымыз бәріміз жиналып ана жерде бір кішкене отметка жасадық. Мына ескі жылды баяғы шығарып салайық, жаңа жылды соның кейін ертең баяғы 31 күні тағы да қарсы алайық. Содан бір азғана арақ іштік. Одан кейін кішкене әңгіме жасадық, содан кейін келіп, үйге сол сағат где-то 9-10 мөлшерінде келдім да жатып қалдым. Жатып қалсам бір уақытта, сағат неше екені енді ойымда жоқ, біреу мені түртіп оятады, тұрыңыз деп. Қарасам, полицейский. Немене болып қалып десем, давай жүріңіз, киініңіз, бізбен бірге кетіңіз. Албат қай, түсіндірсеңіз. Жоқ, жүресің мен деп, мен жұлқылап жерін алып кетті. Үйден ұйықтап жатқан жерімнен. Соның мәшінеге отырғызды да, ары жүрді, көшеде бері жүрді, бері айланып, ана полицейский шаңырақ деген жер ма, қай жер айту. Сондай жерге апарды да. Полиция басқармасына апарды ма? Ана айту әкелді да сол жерге. Соның кейін отыра тұрыңыз деді, отырдым. Соның кейін бір уақытта 1-2 сағаттан кейін жарайды, сіз боссыз бара беріңіз деп қойып берді. Сонда сіз не себептен сізді алып кеткенін сұрадыңыз ба? Не себептен алып кеткенін мен сұрадым. Ештеңе айтқан жоқ.
баяғы сіз арақ ішіпсіз ана жерде скандал жасапсыз. Мен айттым, ака, скандал қалай жасадым? Мен ұйықтап жатқан жерден алдыңдар ғой. Неге ондай жала жабады маған? Неге отырып айтады? Ол менің қызым ғой. Бір өзім полиция қызметкері кім шақырып отыр? Қызымыз шақырып отыр. Сөйтсем түнде қызым шақырған екен, мынаны алып кетіңдер деп. Онда ол мен түсіндім оны. Неге десеңіз, ол мына жаңа жылға қарсы өз ана жерге кішкене өзінің бұрынғы күйеуі бар. Соны әкеп өздері осында гөлет етпек болған. Оған мені бір жаққа жіберу керек болды. Оған ана жігіттерге айтқан ба білмеймін, әйтеуір мынаны алып кетіңдерші деген, мен ол алып кеткен. Бірақ келдім, сол ана жерден босап аналар жібергеннен кейін үйге келіп енді есікті қақсам, ашпайды. Неге? Ой, не, ты здесь больше не живешь, пәленсің, түгенсің, сен тұрмайсың, давай кет, қайда бар. Мен айтам, қайда барам? Мен далада коронавирус бушевать етіп тұр. Аяз, под Новый год как раз. Соны ары қақтым, бері қақтым, жоқ, түстім, жоғары шықтым, қайта түстім. Содан кейін енді ашпай қойғаннан кейін полицейский неге бардым, дежурный полицейский бар бізде неде, Нұркентте. Соған барсам, жас енді дежурный милиционер отыр екен. Әлгі осы жағдайымды айттым. Мына қызым есікті ашпайды, мен далада қалдым. Ашқызыңдар, кіргізіңдер мені. Содан кейін ол мен телефонымды алды да қызым менен сөйлесті. Қызым көнбейді. Жоқ, ол енді бұл жерден кетті, бұл енді өзі барсын, қайда бар сонда барсын. Ой, әкем, әкең өледі ғой. Даланы қарашы, қандай сол. Коронавирус болса мынау. Сен бұндай істеме, давай аш есікті. Жоқ, ашпайды. Ондай болса келші деп аны өзіне шақырып алды. Қызым келді. Екі сөмкеге мен киімдерімді салып алған. Содан кейін соны сүйретіп отырып ана полицейскийдің будкасына әкеліп лақтырып тастады. Мен мынау киімім міне осыдан алды, осыдан кетті. Үйіме кірмейсің дейді сонда, иә? Өзінің тұрып жатқан үйіне кіргізбей қойды. Кіргізбей қойды. Содан мен енді арыз еттім, берін еттім, болмағаннан кейін ана бұрын бірге істеген бір алыстау туысқанымыз болған. Соның телефоны бар болатын, әлгіні звондап, әлгіні тауып алдым да соны айттым, осылай мен үйге кіре алмай қалдым. Бүгін сендердікіне бара тұрайыншы деп. Ол айтты, пожалуйста, кел ойбай деп ол қарсы алды. Сонымен сол әлгі үйге кіре алмай, сол күйі ана кісінің үйіне барып тұруға мәжбүр болдым. Содан қазір уақытта кіммен тұрып, сол жақта тұрып қазіргі уақытта енді әр жерде тұрдым. Екі-үш квартирді мен айтеттім, временный. Одан кейін енді міне қаржы жағда мәселе өте қинады мені. Содан кейін енді қазір бір кемпірдің үйінде квартираға тауып, соны тұрып жатырмын. Ол да временно айтқан, мен оған айтқан, давай бір ай, 2 ай тұрар көп болса деп. Енді сонымен міне содан бері мінекей сандалудамын, содан бері осылай қиналудамын. Сіз қызыңызға айттыңыз ба, енді сіз мені өзің үйіңе тұрғызбайтын болсаң, онда менің жаңағы өзімнің жатақханамды қайттан өзім атыма аударып бер. Ол жерде қызыңыз сізге, сіз қыздың атыңызға қалай, не себептен қыздың атына ол жатақхананы аударып бердіңіз? Так, ол жатақхананы, сол моментта мен айттым. Ей, балам, ана жатақханамды өзіме қайтарып бер. Неге десең, сен енді ақшпадың есік тұрғызбайсың, мен енді сонда тұрайын. Өзің үйіңізде? Өзім енді сонда тұрайын, тіпті сен де қасым болма. Ол көкке шапшыды. Жоқ, мен енді оны саған бере алмайын, ол менікі, оны ешкім менен ала алмайды, мен оның документтерінің бәрін ликвидировать еткенім бар, пәлен жасаған, мынау олып алдым, уже ол үй менікі деп. Содан кейін мен қайтадан нотариусқа бардым, который бізге әлгі дарсыны жасадым ғой менің. Осыны айттым, айтып едім, ол кісі айтады, бұндай жағдайда только сотпен шешеміз. Сот арқылы шешеміз, сондықтан сотқа заявление беріңіз деп сөйледі. Содан мен Шаңырақтағы сотқа бардым, онда барып едім. Ана адвокат деп маған бір адвокаттарды көрсетті. Бізді көрсетті. Соны сізге көрсетіп, сізге барып әлгі заявление берген. Енді мен тағы білгім келіп тұрған. Сіз жаңа өзіңіздің жатақханаңызды бір бөлмелі, жаңа қызыңызға сыйға бердім дейсіз. Не себептен сыйға бердіңіз? Қызыңыз не деп айтты сізге? Қызым оны бұлай деп түсіндірді маған. Мен істеп жүрген жерімде
осындай бір жалғыз әйел бар еді, кемпірін. Соның бір бөлме үйі бар болатын, соны мошенниктер алдап, сулап, әлгінің үйін тартып алыпты. Өзін сол үйінен қуып шығыпты. Содан ана байқұс адам бізге келіп жылап, еңіреп біздің учреждениемізге сөйткеннен кейін барлығымыз жиналып әлгіге көмек істедік. Барлығымыз әлгіні үй алып бердік. Қойшы айту, далада қалдырғанымыз жоқ. Міне, сондай болды. Ал егер сен жалғыз тұратын болсаң, сол общежитиеда, сен де сондайға ұшырауың мүмкін. Ұшырайсың да даже. Сондықтан мына менімен бірге тұрғаның жақсы, міне жерде. Бірге тұрайық деп, осылай деді. Мен соны ойлап тұрдым, рас айттым, енді жасым болса келіп қалды, мүмкін бүгін ба, ертең ба, кім біледі оныға. Өлсем айту, қызым қиналмасын, оны оформдайды. Жүр, барайық дедім да, соны кейін әлгі. Сол қызыңның сондай біреулерге алданып қалма деп айтқаннан кейін, алдап кетеді, сен алдап кетеді, сен алдап алып алады, үйіңді тартып алады. Сондықтан деп мошенниктер түсіп қаласың, одан да бұл үйді мен атыма аударып қой, сенімді болады деп сөйтіп айтты қызым. Сөйтіп айтты. Содан кейін жарайды, енді ондай болса сөйтейін деп. Бірақ оның қандай коварный ой бар екенін оны мен онда білген жоқсыз. Ал енді мына қазіргі уақытта мен енді оқырмандарға, көрермендерге түсінікті болу үшін бұл кісі бізге жүгінді, көмек сұрап, яғни өзінің атына тіркелген кішкентай ғана бір бөлмелі жатақханасын өзіне қайтарып алғысы келетіндігін, сол қызына жатақхананы сыйға беру шартымен берген мақсаты, қызы басқа біреулерге алданып қаларсың, одан да бұл жатақхана менің атымда тұрса, ол қауіпсіз болады деген оймен айтқаннан кейін, бір жағынан бұл кісі қызының үйінде тұрып жатқаннан кейін, қызының айтқанына сеніп, жалғыз қызы болғаннан кейін, соны айтқанына сеніп, өзінің жатақханасын қызына сыйға беру шартымен берген екен. Бірақ таңғалдыратын жағдай, бұл кісі сыйға беру шартын жасаған кезде, яғни оның мерзімдерімен айтайын, 22 қазан 2020 жылы сыйға беру шартын жасайды. Содан кейін арасы 2 айдан кейін, яғни желтоқсан айында бұл кісіні үйден қуып шығып отыр ғой. Сонда 2 айдан кейін бұл үйді атына аударып алғаннан кейін 2 айдан кейін бұл әкесінің үйінен қуып шығып отыр. Яғни оның айтуы, әкемізді арақ ішеді, үйдің мазамызды алады, ұрыс керіс жанжал шығарады деген сылтаумен бұл үстінен арыз жазып, әкесін жаңағы учаскелік инспекторлерді шақырып, соларға беріп, әрі қарай өзінің үйіне кіргізбейтін болып шешім қабылдаған. Сонда бұл кісінің 2 айдың ішінде бұл кісінің айтуы бойынша қызымның сонда мақсаты сол үйді атына аударып алу керек болған, және де көп ұзатпай бұл кісіні үйден шығарып жіберу керек болған. Арасы 2 ай. Сондағы сылтауы әкесінің ішімдік ішті деп жүгініп отыр. Енді біз осыдан кейін біз Алматы қаласы Алмалы ауданы сотына осы сыйға беру шартының күшін жойып, бастапқы жағдайға, яғни бұл кісіге осы үйді кері өзіне қайтару жөнінде мәселе көтеріп, біз Алматы қаласы Алмалы ауданы сотына жүгіндік. Ол жерде осы іс судья Қыстауованың өндірісіне түсіп, қазір уақытта осы судья істі қарап жатыр. Енді қазір уақытта сот отырыстары жүріп жатыр, бірнеше сот отырысы болды, келесі отырыстағы алдағы уақытта тағайындалды. Енді сіз айтыңызшы, сотқа айтатын қандай да бір өтінішіңіз бар ма, талап тілегіңіз бар ма, одан бөлек қызың айтатын талап тілегіңіз бар, өтінішің бар ма, осы жерде айтыңыз. Енді мен бұл түсірілімді, бұл кісінің өтініші бойынша түсірілім жасаңызшы, мүмкін қызым ойланар, сот жаңағы өзінің әділ шешімін шығарар, менің осы сөздерімді мұқият тыңдаса деген ниетпен маған өтініш жасағаннан кейін мен осы түсірілімді жасауға мәжбүр болып отырмын. Осы кісінің өтініші бойынша қазір сіз соттан не сұрайсыз? Оны айтып кетсеңіз, мына жаққа қараңыз. Енді мен соттан сұрайтыным только әділдік и бірақ қана сұрағым бар. Ол ана үй менің өзімнің атымда, мен өзім сатып алған болғаннан кейін, мен одан ешқандай нетпей, және қызымның алдауына түсіп қалдымдағы қызыма полностью доверять етіп оны бердім. Енді соны өзіме қайтадан қайтарып беруін сұраймын. Және енді мен қызыма ойлаймын, неужели сондай әкесі бола тұра менің үйімді сөйтіп тартып алып тұрып, да еще қайтадан басқа біреуге беріп, ол мені
маған айтқан, ой папа, мен оны доверять ете бер маған, мен оны сенсіз ешқайда ешкімге бере алмаймын деген. Енді сол қазір менің қолыма мына түспейін деп отыр. Және мына сотқа түскен арызды неше рет қайтарып, неше рет етіп айту, енді міне тағы да осы жақында қараймыз деп отыр. Соттан сұрайтыным неме? Соттан сұрайтыным осы әділдікпенен осы менің өзімнің общежитием 13 квадратный метр. Соны қайтарып берсе деймін. Мен өзім сонда тұрғым келеді. Өйткені осында Алматыда туған туысқандарым алыс жақын, барлығы сол Алматыда тұрады. Солардың хойт қатарында, сол жанында тұрған. Өйткені қазір уже мен де возрастым кетіп барады. Мен өзім де қорқам қазір, ауырыпсың. Сондықтан өтінетінім только осы үйімді маған қайтарып берсе екен деймін. Енді құрметті сот, және де осы біздің ағамыздың қызы осы біздің түсірілімімізді көріп отқан болса, мен енді сотқа, біздің тарапымыздан да сотқа сенеміз, өзінің әділ шешімін шығарады деп сенеміз, және де осы алдау арқылы жасалған сыйға беру шартының күшін жояды деп сеніп, осы кісі үйін өзіне қайтару туралы шешім қабылдайды деп сенеміз сотқа. Ал енді бұл кісінің қызына Қозыбаева Айнаш деген ханымға айтқымыз келеді. Енді қазақта мақал бар ғой, әке шешең жынды болса байлап бақ деген. Әкеңіздің жасы қазір 80-ге таяп қалған зейнеттегі кісі, қанша өмірі барын оны бір Құдай біледі. Енді осындай әкеңіздің кейбір адамдар осындай әкеге зар болып отыр. Егер сіз бізді көріп отқан болсаңыз, осы әкеңіздің үйін өзіне қайтып берсеңіз, өзінің жатақханасына барып өзі тұрса, әрі қарай өмірін сол жерде жалғастырса деген әкеңіздің арман тілегін орындауыңызды сұраймын. Бұл әке мен қыздың арасында жанжал болмаған дұрыс. Бұл жерде бұндай мәселені бейбіт жолмен шешіп, біз соттың үстінде бізге үйді өз еркімен қайтарып бергеніңізді қалаймыз. Соттасқан ол жақсы нәрсе емес. Сондықтан біз жаңағы осы үйді өзіңіздің шын ниетіңізбен кері қарай қайтарып, осы әкеңізге берсеңіз, әкеңізде кәртайған шағында сізге ренжімей жақсы өмірін сүрсе деген бізде сондай ниет бар, тілек бар. Сондықтан біз осы бағдарламамызды сіздер көрсеңіздер, өздеріңіздің бір ой түйер деген ойға келіп отырмыз. Сондықтан біз қазір уақытта сотта ісіміз қаралып жатқандықтан, ертең соттың қандай шешім шығарылғанын алдағы уақытта біз осындай сұхбат жасап жариялайтын боламыз. Сондықтан барлық соттарға да жаңағы жауапкерге де сенеміз, өздерінің жақсы пікірін жасайды екен деп. Сондықтан жақсы аманшылықта сау болыңыздар.